Мұғалім болу ең алдымен өз-өзіңді тәрбиелеу. Мұғалімнің әрбір іс-әрекеті, сөзі, мінез-құлқы оқушылар үшін үлгі. Сондықтан жеке дағдыларды дамытып отыру біз үшін міндет. Біздің бойымыздағы қасиеттен олар білімді ғана емес, рухани байлықты да сіңіреді. Әрі өмір жолына деген сенімдерін қалыптастырады. Менің өмірімнің мәні олардың көзіне бақыт пен үміт сәулесін сыйлау. Себебі әрбір бала жеке тұлға, оларды тек біліммен ғана емес, адами қасиеттермен де байыту менің басты мақсатым. Мұғалім болу бұл тек оқулықта барды ғана ұсыну емес, балалардың жүрегіне үміт пен сенім отын жағу. Ал балалар біздің болашағымыз. Олар өскенде жақсы адам болып шығу үшін мен барлық күш-жігерімді салып жұмыс істеймін. Қайырлы күн, құрметті балалар. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы құндылық жайлы болмақ, ал сабақтың тақырыбы құндылықты сақтау, қадірлі жол деп аталады. Ендеше дәптерімізге түсіріп алайық сабақтың тақырыбын. Алғашқы сауал. Құндылық дегеніміз не? Достар, құндылық дегеніміз өзі не өзі? Құндылық патриоттық, сезім, мейірімділік, адамдарға деген мейірімділік, адал болу, білімді болу, тағы үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу. Тамаша. Денсаулық сақтауда дәл соған жатады деп ойлайсыз ба? Иә, салауатты өмір салтын сақтану деген сияқты. Өте жақсы, тамаша, рахмет. Сонымен басқа кімде қандай ой бар? Иә, жақсы, Шахиян. Құндылық дегеніміз ол адами құндылықты жатсақ болады. Мысалға, адамгершілік, сыншылдық, мейірімділік. Жақсы, тамаша, рахмет, жайға салайық. Сонымен оқушылар, келесі сауалымыз құндылық бар жерде қасиет бар деген нақыл сөз бар. Осы нақыл сөзді қалай түсінесіздер осы? Құндылық дегеніміз ол жақсы қасиеттер, жақсы зат бар жерде өнеге бар деген мағына бар деп түсінемін. Дұрыс айтасың, Нұртас, ойың өте құнды екен, жайғаса берсеңіз болады. Ойларыңыз бар ма, достар? Иә, сонымен иә, кім? Ерхан, иә? Ағай, құндылық бар жерде қасиет бар деген не ол? Дұрыс емес, бәрі айтып отқан құндылық емес қой. Сіз үшін не ол сонда? Құндылық деген мен үшін байлық, ағай, түсінесіз ба? Ақшаны дұрыс тапсаң, қалай болсын? Қазақ атам айтады ғой, ақшаң болса қалтаңда, талтаңда дейді ғой. Ақшамен бәрі шешіледі, ағай. Сонда достарымның айтып жатқан құндылық туралы ақпараттардың барлығы қате ме? Ол дұрыс емес пе сіздің ойыңызша? Мынаның бәрі сөз жүзінде ешқайсысы ұстанбайды ғой. Жақсы, Ерхан, ендеше түсінікті ойыңыз. Ерхан? Ағай, біз қайдамыз? Қалай түстік мұнда? Біз дәл қазір сенің түп санаңа келдік. Сонда не істейміз бұл жерде, ағай? Сенің түп санаңа құндылықтың бәрін егеміз. Міне, апай, құндылық дегеніміз бұл құрмет. Құндылық дегеніміз бұл мәдениет. Ал мәдениеттің ішіндегі ең ұлысы ол әрине театр өнері. Құндылық дегеніміз ол ұлттық мәдениетімізге деген құрмет. Құндылық дегеніміз ол денсаулықты дұрыс сақтау. Құндылық дегеніміз ол ғылым білім іздеу. Ағай, бастан кешкен оқиғалардан кейін мен құндылықтың мәдениет екен, үлкеннің кішіге, кішінің үлкенге деген құрметі, сонымен қатар денсаулықты сақтау, әрдайым оны өзінің тонусында ұстап тұру. Жақсы. Сонымен қатар ұлттық қасиеттерімізді сақтап қалу, салт дәстүр секілді. Иә, Ерхан, сен басынан өткен оқиғалардан шынымен сабақ алыпсың. Демек, жаңағы мәдениетті де, денсаулықты дұрыс күтуді, ұлтыңның жақсы көрген дүниелерінің барлығына қадір қасиетпен қарау, осының барлық құндылықтарға жатқызып тұрсың ба? Иә.